Сәлем балалар, бүгін қасқырлар туралы мәліметтермен танысамыз. Қасқыр ол жыртқыш аң. Оның ең басты қасиеттері: қасқырдың өзге хайуандардан дара, олардың ешқайсысына ұқсамайтын қасиеті өте көп. Оның бойындағы осындай ерекшеліктерге негізделіп айтылатын аңыздар да жетеді. Солардың бірі түлкілердің түп негізін көк бөрімен байланыстыруы. Қасқырлардың ішіндегі көк аспан түстес келетіндері мен ақ қасқырлар аса киелі хайуан болып есептелінеді екен. Олардың адамдарға көрінуі де өте сирек. Мұндай көкбөрілермен кездескен адам да тегін адам емес, киелі қасиеттерге иесі болып табылады. Балалар, қасқыр дала тағысы дейміз. Киелі саналатын көкбөрі тұқымына қатысты тағы бір дерек, ол оның отбасына беріктігі екен. Қасқыр бір ғана отбасына ие, және ол бөлтірік тәрбиесін толықтай өз мойнына алған хайуан болып саналады. Ауыздандыру, бөлтірігін көкжалға айландырып, оны үлкен дәрежеге жеткіру ол ата қасқырдың мойнында екен. Өзге хайуандарда жоқ ол қасиеттер киелі жаратылыс иесін әркез даралап тұрады. Қазақстан жерінде қасқырлар шөлейт жерлерді, далалы және таулы аймақтарды мекендейді. Елімізде қасқырдың 4 түрі кездеседі. Солтүстік қасқыры қасқырдың ішіндегі ең ірісі. Оның ересегінің салмағы 80 кг. Дала қасқыры далалы жерлерде, ал салмағы 40 кг болатын шөлейт қасқыры еліміздің оңтүстігі мен батысында кездеседі. Тау немесе Тибет қасқыры таулы жерлерде мекендейді екен. Балалар, қасқырлар етпен қатар жеміс-жидекпен де қоректенетінін білесіңдер ме? Сонымен қатар олар кішкене жәндіктермен де, шұбалшындармен және өрлексектілермен де қоректенеді екен. Олардың қорегі көбіне өздерінің өмір сүретін аймағына, маусымдарға тәуелді болады. Азық көп болған кезде олар көп қоректенеді, ал егер азықсыз қалса, бір аптадан аса өмір сүре алады екен. Ал балалар, қасқырлар туралы әңгімеміз аяқталды. Келесі үлкен мағлұматтармен сендерді қуантатын боламын. Сау болыңдар, және де осы айтқандарымды жаттап, естеріңнен шығарып алмаңдар.